Топографиялық перкуссия арқылы өкпенің жоғарғы ұшын, төменгі шекарасын анықтаймыз және экскурсиясын. Өкпенің жоғарғы ұшын анықтау. Ашық дыбыстан тұйық дыбысқа жасаймыз. Бұғана үсті ойығына плесиметр саусағымызды көлденең орналастырамыз. Перкуссия күші жай. Тұйықталды кеткен дыбыстан белгілейміз. Қалыпты жағдайда бұғанадан жоғары 3 немесе 4 сантиметр. Топографиялық перкуссия арқылы парастернальды сызық бойынша өкпенің төменгі шекарасын анықтаймыз. Парастернальды сызық төс сызығымен ол төстің қырынан өтеді. Бұғана орта сызығының арасындағы сызық. Екінші қабырға аралықтан бастаймыз. Ашық дыбыстан тұйық дыбысқа перкуссия жасаймыз. Кеткен дыбыстан белгілейміз. Перкуссия күші жай, кеткен дыбыстан белгілейміз. Ары қарай санаймыз. Бірінші қабырға аралық, екінші қабырға аралық, үшінші қабырға аралық, төртінші қабырға аралық, бесінші қабырға аралықта орналасқан. Бұғана орта сызығы бойынша өкпенің төменгі шекарасы. Екінші қабырға аралығынан бастаймыз. Ашық дыбыстан тұйық дыбысқа перкуссия жасаймыз. Перкуссия күші жай, кеткен дыбыстан белгілейміз. Кеткен дыбыстан белгілейміз. Өкпенің төменгі шекарасы. Санаймыз. Бірінші қабырға аралық, екінші қабырға аралық, үшінші қабырға аралық, төртінші қабырға аралық, бесінші қабырға аралық, міне тұрған мынау алтыншы қабырға.